Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Қазақстандық жауынгер Шавкат Рахмонов жарақаттарынан айығып жаттығу залына қайта оралды. Бұл туралы ол өзінің Instagram арқылы хабарлаған болатын. Мұнымен қоса ол осының алдында өз жоспарымен де бөлісті. Наматтың жағынан жеткен жаңалықтарды мен бүгін сіздерге жеткізіп көрмекпін. Демек, ойланбай бірден іске кірісейін. Бірінші, жағымсыздау жаңалықтан бастасам. Рахмонов біз ойлағандай тамыз айында октагонға оралмайды. Неге екені белгісіз, ол өзінің кезекті кездесуін қыркүйек-қазан айларына белгілеп отыр. Белгілегенде қалай, осы уақытқа дайын боламын дейді. Дегенмен Шавкат UFC-ге өз талабын орындататын спортшылар қатарынан емес. Дана Уайтты қырсықтырсаң, тұздап кептіріп, сүрленгенше жекпе-жексіз байлап қоя алады. Қазақ қазан айына дайын болды делік. Ал бұл аралықта оған сай келер турнир болмаса ше, дата желтоқсанға оп-оңай сырылып кете береді. Оның үстіне әлемнің үздік лигасындағы матчмейкерлер өз қоласындағы спортшылардың бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарында сараптап отырады. Бұл қос тараптың да қалауына сай келетін ұсыныс жасау үшін. Шавкаттың кешегі сөзін олар да естіген анық. Енді оған қатысты жақын уақытта жоспар құрмайды. Бұл бір. Екіншісі, Рахмоновтың келесі чемпиондық болмайды. Бұл анық нәрсе секілді. Өз сөзінде файтер мұны да шегелеп айтып қалды. Біз жан-жақтан топшылап, ол үшін чемпиондық жекпе-жекті айтып жүрсек, Рахмонов келесі қарсыласы Мадалена болатын шығар деп отыр. Әзірге еш нәрсе анық емес. Маған кіммен төбелессем де бәрібір, ең бастысы тезірек титулдық кездесулерді алу. Енді көреміз, күтеміз. Мұнда бір нәрсені нақты айтуға болмайды. Белгіленгендер жарақат алып қатардан шығып қалып жатады. Ең бастысы маған күз айына дайын болуым керек. Ал ол жақта кім болады? Еш маңызға емес дейді ол. Осы жерде айта кетер бір нәрсе бар. Осыдан қателеспесем, 2 ай бұрын ақпан айының соңында Белал Мухаммед былай деген болатын. Аздап уақыттан озар болсам, менде мынадай жоспар бар. Маусым айында мен Леон Эдвардспен титулды жекпе-жекке шығамын, ал сосын қазан айында Шавкатқа қарсы белбеуімді қорғаймын деген еді. Бұл сәйкестікпе меніңше жоқ. Бұл UFC-дің жоспарына ұқсайды. Олай болса Мадалена деп Шавкаттың күмілжуі бос әңгіме секілді. Аздап чемпиондық тақырыптан ауытқыту шығар. Шілденің соңында жарақатымды емдеп боламын, ал тамызда жекпе-жекке дайын боламын деген Рахмоновтың қазан айы туралы айтып қалуы және еш өкінішсіз баяндауының астарында мән бар секілді. Не де болса, бір бүккен сыр барау. Қазақпен шығуда негізі Эдвардста қашпайды. Өткен жылдың желтоқсан айында ол белбеуін қорған соң. Келесі қарсыласың кім болса да бәрібір. UFC қандай шешім қабылдайтындығын білмеймін. Мүмкін Белал шығар, бірақ ол іш пыстырып жібереді. Ал Шавкатпен мүмкін болар кездесу жақсы болар ма еді. Келесі кім боларын көре жатармыз. Бірақ дәл қазір Леон Эдвардстың кезеңі деп біздің жауынгерге қарай бүйрек бұратынын ТНТ спорт арнасын айтқан болатын. Естеріңізге салайық, Эдвардстар Рахмоновта былтыр желтоқсанда бір кеште бақ сынаған еді. Вегаста өткен 296 номерлік турнирінде чемпион Колби Ковингтонмен шығып төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Ал Шавкат Стивен Томпсонды екінші раундта сабмишнмен жеңді. Бұл американдықтың алғашқы рет әдіспен ұтылуы еді. Сонымен әңгімені қорытындылайтын болсам, қазіргі жағдай былай. Маусым емес, шілде айында Англияның Манчестер қаласында UFC 304 турнирі өтетіндігі белгіленді. Ал Эдвардс тура осы қаланың өкілі. Демек, чемпион мен Белалдың сынын біз осы жерде көреміз. Эдвардстың бапкері Дэйв Ловелл де мұны растағандай. Леонның келесі қарсыласы Мухаммед болады. Бұл қағаз жүзінде бекітілмегенімен 99.9%-ға белгілі нәрсе деді. Сондай-ақ маман Эдвардстың мерейтойлы 300-ші номерлік турнирге қатыса алмауында өкінішпен жеткізді. Бізге қарсылас ретінде қарастырылған жігіттер Шавкат Рахмонов, Хамзат Чимаев және Ислам Махачевтер ауыз бекітті. Әйтпесе дайын болатынбыз дейді ол. Шавкат қазір рейтингте 3-ші орында тұр. Оның алдында Камару Усман мен Белал Мухаммед қана. Усманның жағдайы белгілі. Эдвардстан қатарынан 2 рет ұтылып, артынша Чимаевтан да таяқ жеген ол бір жола 84 келіге ауысатындығын айтты. Әзірге ресми түрде өткен жоқ. Сондықтан мұндағы рейтингтегі орын сақталуда. Ал Белал Шавкаттан қатты қорқады. Шығуға тіптен құлқы жоқ. Мұны ол өзіне өте тиімсіз кездесу санайды. Демек, бізде 2 жол бар. Біріншісі, шілде айындағы жекпе-жектің жеңімпазымен шығу. Меніңше ол Эдвардс болады, өйткені Белалдың шамасы британдыққа жететіндігіне мен сенбеймін. Ал чемпион дайын болмаса, қосымша вариант ол австралиялық Джек де ла Мадалена. Бұлсын титулдық жағынан тиімсіз болса да, Рахмоновтың қаржылық жағдайын бір шама жақсартып тастай алады. Әзірге міне осы. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.